Сәлем достар, қазіргі таңда хит кожик дайындаймыз. Ол үшін бізге айран, ұн, сұйық май, қант, жұмыртқа және де сода, разрешитель ванилин қажет болады. Жылы айранымызға сұйық майымызды және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Айранымыз міндетті түрде жылы болу керек, немесе бөлме температурасында болу керек. Алдын ала тоңазытқыштан шығаруды ұмытпаңыздар. Қоспамызды жақсылап араластырамыз да қантымызды саламыз. Қант ерігенше жақсылап араластырыңыздар. Мінекей, енді сода разрешитель ванилинімізді қосамыз. Қоспамызды араластырып, 1-2 минутқа сода мен разрешитель реакцияға түскен уақытқа дейін қойып қойыңыздар. Көз алдыларыңызда массаларыңыз кішкене көбіктеніп, ұлғаюы тиіс. Мінекей, осылай шығады көбіктеніп кішкене. Енді ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Көрсетілген мөлшерден артық ұн салмаңыздар. Себебі кожиктарыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Барлық қажет өнімдердің мөлшерлерін описанияға қалдырып кетемін. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығуы тиіс. Мінекей, қалған ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап илейміз. Қамыр қолға жабыспақ болады. Сол үшін қолыңызды кішкене майлап алуыңыз керек. Мінекей, қолыңызды майлап қамырды дастарханға түсіріп жайып аласыздар. Бұл қамыр тынып тұруды қажет етпейді. Өте икемді, әрі жұмыс істегенге өте ыңғайлы. 1 сантиметрдей қалыңдықта қамырыңызды жайып алыңыздар. Қажет формамен кесіп алыңыздар. Менде кожиктің формочкасы жоқ екен, сол себепті осындай қақпақ пайдаландым. Бұл мөлшерден осындай көлемде менде 20 кожиктай шықты. Балаларыма өте ұнады. Бұл рецептті мен бірінші рет жасауым. Өте оңай әрі тез жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі шайға ең дәмді кожиктар деп есептеймін. Кожиктарымыздың бетін жұмыртқаның сарысы менен сүт қосылған қоспамен майлап аламыз. Және қалауыңыз бойынша узор жасауларыңызға болады. Мен шанышқыны пайдаландым. Осылай узор жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 20 минут уақытқа 180 градуста пісіріп аламыз. 15-20 минутта пісіп шығады. Сіздер өз пештеріңізге қарай қадағалаңыздар. Мінекей, мен кожиктарым дайын. Өте дәмді әрі әдемі шықты. Бетіне қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей, кожиктарымыздың ортасы қаймақпен ұсынсаңыздар болады, ас болсын.